Армысыздар балалар. Ертегі әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін Бөгенбай батыр жырының екінші соңғы бөлімі. Қосылды бір-біріне сол арада, ат мінді мінгескендері жеке дара, ат мініп жабдықтарды ер-тоқымды, мал сойып тамақтанып батты олжаға. Баяғы балта шапқан тау басына белгі ғып тастап, қалтастан қалап үйді оба. Жүрсін деп ұмытылмай көңілімізде, ат қойған осы тауға балта қара. Биігі балта қара дейді осы күні, осындай себептерден қалған жора. Шалқары балта қора дейді осы күні, үлкен көл жұмыртқалы сол арада. Тынығып, осы арада біраз жатты, қайғылы бөкен ойлап күрең атты. Не екен деп ер қанаты білесің бе? Атанға бөкен айтты бір жұмбақты. Ат болмақ ер қанаты деген сөзді байқамай атан сонда айтып қалды. Күреңді іздеп таппай жүрмейін деп наза боп батыр тұрмай жатып апты. Жүзден жүйрік мініп ала жаздан, соққысы бір қалмақтың жаман батты. Қашқанда құтылады қуса жетет, шіркін-ай солат мені таңыр қатты. Батырдан қарап тұрса жағдайына сұлуға ғашық болған ер сияқты қайтсе де сол атты іздеп табамыз деп жас жантай ақылшы атан мақұлдапты. Бар қолдан еренсіз барлығы да іздеуге бет түзеді күрең атты. Ат іздеп Кәрітауға қайта келді, қасына ту көтеріліп бар қол ерді. Арылып Кәрітаудың сай-саласын күреңді қашып кеткен іздейді енді. Жүргенде бөлек-бөлек тауды сүзіп, бір топқа ат ерімен кез келеді. Шаптыра сүйінші Бөгенбайға бір аптық далаң қағып жетіп келді. Аузына ат деген сөз түспей қалып, ерімен деп айта береді. Тауды айтып, ерімен деп тұрсың деп мазақ қылып, әлгі адамға жұрт күледі. Қазақтың ұзын бұраң жалпақ тілі сол тауға ереймен деп атақ берді. Ереймен атаныпты, содан бері болмасын негізгі аты Кәрітау еді. Аттың сыны. Жұрт көріп таңырқапты күрең атты, бір сыншы айналдырып көп сынапты. Тұлпардың мүсесі бар денесінде, таңдамас арық семіз күймен бапты. Көдірден көдір асса, тұлғасы жануардың бар сияқты, мынау ор, мынау ылди демес шапса, жалғызақ болар депті. Басы қатты алдартын айналдырып көріп, мүсесін түгел талдап баяндапты. Түйенің шоқтығы жері өркесіндей кетпейді, ер мойнына тиянақты. Салбы ерін, кең танаулы, қалың езу, ойламас сүлде жүрсе саусамақты. Сүрінбес қиын жерде я жығылмас, тікбақай жуан сіңір сом тұяқты. Дыбысты түстік жерден сезеді үн, естігіс сергек құлақты. Кең келген көтендігі алам майлы, күй таңды керек қылмас жарамақты. Кең құсақ кебеже қарын қабырғалы, жесіде тамақ қылар топырақты. Құндыздай құлпыратын асыл жүнді, тер төгіп көксемейтін аунамақты. Қыл түбі құйрығының жуан екен, білмейтін сары аязды бұл тоңбақты. Қысқа жон, ұзын бауыр жазық екен, үстінен мінген адам болар бақты. Өткізіп сыншынының сынауынан ер салып атты бүгін мініп апты. Ол тағы Кәрітауды аралады. Бір тайпа ел көсіп жүр табылады. Адам жоқ қол көтеріп қарсы келер, шығармай қыннан қылыш шауып алды. Соғыста бөкен кірген бітсе керек, бұл елдің бас көтерер батырлары қазына, қамқа, торғын алды бұйым, толтырып тоғанаққа талай нарды. Алмайды қара малды мал екен деп айдапты, табын жылқыларды
ат мініп, киім киіп батты олжаға, батырды құстай түлеп жолдастары. Күн көріс қара малдың қылсын депті. Жазықсыз кемпір шал балалары. Біреулер наразылық қылса керек, осы елге мал қалдыру жарамайды. Сөйлепті үгіт сөзін ақыл айтып, бөкендей қол бастаған ағалары, өзіңе қарсы келіп қару ұласқан, өзіне өзі обал жаудың қаны. Кемпір шал жас балада жазық бар ма? Сондайың өздерінің қандай қалды? Өлшеусіз жыртқыш болу жарай ма екен? Дым шығып кете берушектен әрі. Кеселі ер жолының ысынапсыздық ашылып кетер берсе тіпті араны. Өзімшіл күншіл күндес көрсең қызар, қалдырау керек сондай салт сананы. Қысқаша түсіндіріп ақыл сөзін ақырын осыменен тамамдады. Олжаға әбден тойып ырғап, кейінгі сары судағы елге барды. Елде жоқ тамақ киім жүдеу екен, ауқат қып судан сүзіп балықтарды. Батырдың ең алғашқы сапарында бұрынғы шараға ел толып қалды. Қараса қауыз туды салқын түсіп, қан қылдай ел осы арада қыстағалы. Ел үшін еңбек қылған ер Бөгенбай атақты батыр басы сол жерде алды. Осы жыл сары суды қыстап қапты. Қалінен кейін келдің хабар апты. Кіші жүз ауды деген хабар келіп, бетке алып ырғыз торғай орал жақтар. Атығой қарауыл мен бәсен дейтін момынның бір талайы сонда қапты. Тобықты сары жетім шақшақ момын бастары ел ауғанда қосылмапты. Арғынның қалың елі орталықта, даласын арал Каспий жағалапты. Әр елдің өз ісінен шыққан батыр Бөкендей ол да халқын асырапты. Қалмақтың көшпелі елін арқадағы тұс-тұстан қойдай қырып шапқан сапты. Халқына кіші жүздің бастық екен, қан болып Әбілқайыр мінген тақты. 1740 жыл шамасы патшаға сол бастапты бағын бақты. Патшадан дүбәрәңді шен алмаққа өзінен еділ деген қала сапты. Аразы болмай бұған қалған момын тауыпты. Содан кейін бір алапты. Білмеймін кездескенін қандай себеп, сары жетім шақшақ елі көшпей қапты. Әр батыр қоныс алып өз күшімен қалмақты қуып шауып жер босатты. Бастаған батырлардың тізесіменен қоныс қып Сарыарқаны ел тарапты. Бөгенбай Толыбаймен бұрын келіп шақырған кел мұндалап аруақты. Момын менен Сүйіндіктің көршілігі жобасын байқасаңыз сол сияқты. Таласы әркімдердің бар, осыған сөз айтса мен тоқтар ем тиянақты. Бөгенбай Толыбаймен ел шапқанда дейді, ол өзге батыр қайда қапты. Қисасы әрқайсының бір дәптер жеке айтып керек қылар талдырмақты. Қуандық Сүйіндікті ауған еді, таяп кеп Ұлытауға тоқырапты. Қуандық руынан Тілен батыр әңгіме бұл ерде де бар сияқты. Ол үшін еңбек қылып батырлықпен көшпелі қалмақ елін тынбай шапты. Тіленнің тізесіне шыдай алмай, қалмақтар көшіп қашып бой ұзатты. Қасқырдан үріккен қойдай қашқан қалмақ бір тауды бекініс қып қорғалапты. Артынан қуған батыр тауып алып бұл елде де жолда жаман шапты. Тілек жоқ, тілек келсе біздің деген қалмақта мақал болса сөз тарапты. Шөгерген бір салаға 90 нарды жүк артқан бәріне де тоғынақты. Арылтап ол таудан ой шұқырды. Мұны да батыр Тілен іздеп тапты. 90 нар шөгерген тау
нар шөккендей мәңгілік өлмейтұғын атақ қапты. Қар қаралы қарағанды арасында нобайы осы таудың бар сияқты. Ел үшін қысылған шақ ер сандалып, жан жолдас жарқын туыс жауды қапты. Ерлерді жеке-жеке талдамасақ болмайды. Болмай ма түсініксіз сөз болғанып. Батыр қайда барады мұнан кейін? Аз ғана соны талдап сөз қылайық. Қамы үшін қазақ жас баланы, қыз жатты сары суда қоныстанып, көңілі тоқырамай бұл арада жаздағы көрмек болып жерді шолып, қосылды көсіп келіп осыларға кейінгі көп арғынның біраз халық. Сабырлы қандай келді қарауылдап, бөкеннің мұнда екен хабарланып, сүйіндік күлік ұлы 80 келді, өзінің туыстарын ертіп алып. Атаны сүйіндіктің ту көтеріп, қосылды Толыбайға ұран салып. Сүйіндік момын болып басын қосып, осы екен шыққан жері ыңғайланып. Момын мен сүйіндіктің көршілігін бұрында сөйлеймін ауыз алып. Артқы елден жаяу жалпы келіп жатыр, мал бөліп келгендерге беріп жатыр. Үй болды 5-600 жас шыққанша, 10 шақты қолбасшысы болды батыр. Май туды, бие байлап, бой көтеріп, шалғында көкорайға құрды шатыр. Жағдайға келешекте жол сызбақ боп, бас қосып батыр билер толғайды ақыл. Сол жерде сөз сөйлепті, топты жарып, сүйіндік руынан Толыбай батыр. Ей бөке, сізбен еріп көшіп келдім. Көп болмақ қарасы сізді ердің. Ел сақтап үйде жаттым, еңбегім жоқ, ризамын бірдей ғып олжа бөлдің. Түбінде іздеп бізді таппай қоймас, салмағы кейін жатыр қалың елдің. Тігіліп ел алдында қарақшы боп, таңлауды сұрайлысын алсақ жердің. Ұранның сүйіндіктің шақыруға келеді, құлболдылап ту көтеріп. Бірің бей, бірің батыры қандай бүке, қол жайып ықыласты бата бергін. Қантай бей көтеріп қолын жайып шақырып, әуменгі бөгенбайды ерлердің әруақты бірі болып, тудырсын алдынан күн арттан айды. Көліктің 4 баласын қосып беріп, көшірді бір тайпа ел ғып. Толыбайды бастарын есіл нұра кесіп өтіп, далбанды бетке алғанға көз ұқсайды. Осы мен, осы батыр бара тұрсын, сөйлейік тағы талдап бөгенбайды. Батырлар ақылдасып жер салмаққа, бір жерге ел қондырып жұрт салмаққа. Әуелі елдің орны онықтырып, сол жерге артын әкеп жинамаққа. Түзетіп, содан кейін жол жаптығын, аяусыз қалмақ жаудан кек алмаққа. Аттанды Жантай шешенің қасын еріп, тағыда бөкен өзі мінеді атқа. Тапсырды қалған елді Қантай биге, атпенен күш жина деп азаматқа. Досайды басшы қылды қалған қолға, сақ болып жата бер деп малды бақта. Қалмақтың қалың көскен сүрлеуімен тағыда тартты шөуі күн шығысқа. Шықпаған осы жолда көп қол алып, әншейін көріп қайтпақ жерді шолып. Үшеуі ақылдасып жүрер бетін, қай жерді көреміз деп сынға салып, сөйледі екеуіне ер бөгенбай, бір іс жүр енді менде орындалмай. Тасымен жауды жығып ырымдап ем, сол тауға жөні келмес қоныстанбай. Жолдас боп атан Жантай қасына ерді, батырдың айтқан сөзін мақұл көрді. Екеуін таныстырып ерейменге алғашқы соғыс болған жерге келді. Бөкеннен бұл кіші жас шамасы дейді екен, ат атамай отағасы басына бір биіктен келіп түсіп,
Жақпар тас аққан бұлақ айналасы отырды кеңес құрып биік тауда, мақсатын көңілдегі орындауға. Күдік жер көрінеді, күндік жер көрінеді бұл биіктен, егер де ерінбесе көз қарауға. Қырандай биік таста отыр қонып, болмайды жер шарынан көзбен шолып. Айдың көл жарқырап талай-талай, көргенде көз сүйнер жатыр толып. Тоғайлар бітік шыққан көп қалың ну, кәусардай бұлақтардан ағады су. Жаз жайлау қыс қыстауда бірдей екен, деседі ылайықты қоныстану. Теп-тегіс жазық екен айналасы, туды ғой адам жерден жер анасы. Еметін жер емшегін заман болса, халықтың өзгертіліп салт санасы. Сарбала қара қазан жағдайына табылар түгел болып шаруасы. Егерде беріп кеткен ерейменге үш жердің ақылдасы бар бағасы. Осылай белді байлап бекіт тойды, істеріміз көшіп келіп дейді тойды. Сәйкес қып жаратылыс форумына тау мен көл бұлақтардың атын қойды. Көрінді жарқыраған екі үлкен көл, арасы екеуінің жап-жақын жер. Тау бар арасында аққан бұлақ, ат қойды бөгенбай соған деп қоржын көл. Үштаған таудың атын кереге тас, дәл солай жаратылсын, анық рас. Форумына сәйкес келген жердің аты бәрдегі бөгенбайдан қалған мирас. Обалы қоржын көлге бір жақын тау, кездескен осы арада алғашқы жау. Өзіне өзі обал шіркіннің деп, сол тауға обалы деп ат қойыптау. Тағы да талай жерге қойған атты, сонауға бәрін түгел басын қатты. Алыста отырғанда көзбен шолып, өзгерді отырған тау ұмыт қапты. Ат қоймай осы тауды мен ұмыттым, атан сен екеумізден бұрын шықтың. Қарауыл таудан көп қараушың, ал енді атын сен қой бұл биіктің. Батырлар басын изеп ырғайлы деп, бірі айтып бірі шешіп ұнайды деп. Отырды осы арада тәміз қылып, ол ат қойған атан батыр ырғайлы деп. Басынан ырғайлының атанды ақыр, жағалап оңтүстікке келе жатыр. Басына бір биіктің шығып еді, бауыры толған шұңқыр қары тақыр. Форумына жаратылыс сәйкес қылып, ат қойды мың шұқыр деп Жантай батыр. Шеттен шыға беріс тауға келді, түсетін аспан жерге ыстық еді. Тастардың күнге қызған қолмен басып, сол тауға күн шалған деп атақ берді. Сол бетпен барған екен қара көлге, бір аю ақырыпты жақын жерде. Атқалы қолға садақ ұстағанда, бөгенбай былай дейді Жантай ерге: итке де қыласың ба оқты шығын, қой тоқта, ұят болар батыр мұның. Қамшымен жүгіріп кеп бір тартқанда, шығармай қатқан екен аю дымын. Үш батыр осылайша жүріп жер салыпты, халыққа көшіп келер жол салыпты. Сыртына Қаракөлдің биік жоғы, аюлы сол себепті аталыпты. Сол жолы ерейменге көшіп келді, қондырып ырғайлыдан атан ерді. Атанның қара тауы атанғанға, қыста қоныс қылғаннан кейін еді. Шыңдауы бір көлге кеп, Жантай қонған, көрген мал көшершілік арық болған. Сол жерде мал семіріп майдан баспай, себебі сол болыпты май көл қойған. Бөгенбай өзі қонды қоржын көлге, жұрт салды жауды таспен жыққан жерге. Ырымын ойындағы орындалды, үлкендер айтушы еді әңгімеде. Маймасар осы көлде қайтыс болды, Бөкеннің бір туған інісі еді. Ат өлмей өзі өлсе де қалады деп, басына бір биіктің дәмін деді.
Майекең деп атаймыз сол бейекті моласын менің дағы көзім көрді. Сол жайлы тағы айтайын мұндайды. Бертін ол заманның сөзін қайла, бауырына ерей менің қоныстанып, белгілі қарқабатты өтеубайы. Өтекең қылжыр қисық сотқар адам, кісінің айтқанына бағынбаған. Мен жердің негізгі атын қолданам деп, кәрі тауды бір шоқыға ат байлаған. Баласы өтеубайдың зіл қара да мирас болып бірден бірге жер қалады. Алдына Сейпаланың тұрған биік әлі де кәрі тау деп аталады. Осымен бірінші жорық бітсін тоқтап, барады сөйлей берсем сөз бұлақтап, Абылай Бөгенбайды жолдас қылып, айтып жүр әңгімеде жұрт қосақтап. Кішкене тоқталайық Абылайға. Ол күнде ол Абылай жүрген қайда? Туды ма, тумады ма, кім біледі? Қалайша жолдас болған Бөгенбайға. Арқадан оңтүстікке қалмақ қашты, тауынан талқы құлжа әрмен асты. Қуып бара жатқанда сол қалмақты Абылай Бөгенбайға дошарласты. Ол күнде Абылай қан болған жоқ, қан тұрсын жөні түзу жан болған жоқ. Бір бидің бағады екен қой түйесін, кімдерді қорламаған бұл жоқшылық. Сол биге сәлем беріп Бөгенбай барды. Жолдасы атан жантай батырларды, сонымен бақытын сынап Абылайдың қоярда қоймай биден сұрап алды. Тоқтадым сөйлемей-ақ ендігіні, әрине мен айтпай-ақ жұрт біледі. Абылай Бөгенбайға кездескені 1738 сол жыл еді. Екінші жорығында Абылайдың 300 боп басын қосқан мезгіл еді. Құтылып сабалақ атты Әбіл Мәнсүр сол тапта кім екенін белгіледі. Бөкеннің бірінші жорық жүрген кезі бұл тұстан 10-15 жыл бұрын еді. Осыменен Бөгенбай жыры аяқталды. Қош болыңыздар.